Жыл басынан бері өңірде алимент төлемдері туралы сот актілерін орындамаған үшін 79 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оған қоса 330 адамға ел аумағынан шығуға уақытша шектеу қойылған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Әділет вице-министрінің облыс халқымен кездесуінде айтылды. Алма Мұқанова жиында борышкердің тұрақты табысы мен мүлкінің болмауына байланысты алимент өндірудің қиынға соғатынын атап өтті. Бұл жерде алимент өндіріп алу бір реттік атқарушылық іс жүргізу емес екенін атап өткен жөн. Ол бала кәмелет жасына толмағанша бірнеше жылға созылатын рәсімдер. Әрине, кейде шешімін таппайтын мәселелер де болады. Кейде бір борышкер нақты материалдық мүмкіндіктеріне ие бола отырып, балалардың асыраудан әдейі жалтарып, кірістерін мүмкін жасыратын жағдайлар да бар. Сондай-ақ кездесуде сайлау жүйесіндегі өзгерістер, конституциялық сот жұмысының басталуы, нотариус қызметі мен заң көмегін алу жөнінде сөз болды. Тұрғындар Әділет вице-министріне көкейкесті сауалдарын жолдады. Соның ішінде сот орындаушылар тәртібі, Атамекен ауылына жол және балалар ойын алаңын салу мәселесі де қозғалды. Шенеунікке ерекше балалардың ата-аналары ақысыз куәлік беру туралы да сұрақ қойылды. Неге әкесіне ақылы паспорт, әкесі немесе шешесінің біреуі ақысыз паспорт шығарта алады деген заң бар деп айтты. Осы ұсынысыңызбен сіз жергілікті органдарға шағымдануыңыз мүмкін. Басында 4 биыл бойынша Әділет департаменті сізге тиісті көмек көрсететін болады. Өйткені егер олардың деректеріне ақпараттарына сәйкес әлсіз көрінсе, бірақ басында көрінсе, бұл техникалық мәселе деп санаймын, оны жоюға атсалысамыз. Елімізде 12 бағыттан тұратын цифрлық әділет бастамасы қолға алынған. Соның аясында заң көмегі жүйесі әзірленді. Ол азаматтарға адвокат немесе заң кеңесшісі туралы толық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Ал цифрлық нотариат жобасы нотариаттық қызметтерді онлайн форматқа ауыстыруды көздейді. Аталған бағдарламалар ұялы телефондағы мобильді қосымшаларды жүктеу бөлімінде қолжетімді. Әділет вице-министрі маңғыстаулықтарды жеке мәселелері бойынша да қабылдау өткізді. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.